Бұл шығармада Ұлы Отан соғысы кезінде Украина жерінде жау тылында партизандар қатарында болған 10 жасар қазақ баласы туралы суреттеледі. Майор Мергенбаевтың ұлы Серік атасының қолына ауылда оқып, сол жақта тәрбие алады. Солай жазғы демалысында әке-анасының жанына бірге уақыт өткізу үшін келеді. Көп ұзамай майор Мергенбаевқа шекарадан фашист армиясы өтіп кеткені туралы хабар жетеді. Солай соғыста бола соғылып, 10 жасар Серікті Жамал жетектеп, жолдан кетпек болған кезінде жау бомбалап, оқтарды жаудыра бастайды. Солай Жамал жаудың қолынан қаза табады. Солай Серік Анна Иванова мен оның баласы Бористің жанында ары қарай жолға аттанады. Солай Анна Иванова Зазулин селосында тұратын Иван әкесіне әрең қиындықпен жетеді. Сатқын құрбысы Тамара комендантқа бұларды ұстап бергісі келеді. Астыртын ұйым басшысы Алексей бұларға жасырын үй тауып беріп, көмек көрсетеді. Олай ауыл тұрғындары бостандық үшін, болашақ бақыт үшін аянбай алысты. Билікпен қорғаған ауыл тұрғындарына Қызыл армия көмекке келеді. Солай Серік өз әкесімен аман-есен қауышады.